Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге қуырдақтың рецептісін көрсететін боламын. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздердің қуырдақтарыңыз жұмсақ болып пісетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен бізге еттеріміз керек. Кесек етімізді алып аламыз. Бауыр, өкпе, жүрек, барлық бөліктерін алып аламыз. Кейбір қыздар тек етпен ғана жасайды. Негізінен олай жасаған қуырдақ менің ойымша ол қуырдақ емес. Картошка мен ет қосылған тамақ болып есептеледі. Сондықтан міндетті түрде бауырын, жүрегін, барлық өкпесін барлығын бірге қосатын боламыз. Қазанымызға сұйық май құямыз. Аз мөлшерде ғана сұйық май құйыңыздар, өйткені еттің суы шығады. Нан батырып жеу үшін, қатты майлы болып кетпес үшін аз мөлшерде ғана сұйық май қоссаңыздар болады. Бізге сұйық май тек қуыру үшін ғана қажет. Менің каналымнан басқа да ерекше тамақтарды, тәтті тағамдарды, сонымен қатар салаттардың түр-түрін таба аласыздар. Сол жақтағы видеоларды қарап шықсаңыздар болады, және ұнаған болса менің каналыма тіркеліп алыңыз. Қызып тұрған майға етімізді, өкпе, жүрек барлығын бірге салып жібереміз. Үстіне тұз қосамыз, қара бұрыш қосамыз және лавр жапырағын салып барлығын жақсылап араластырып, қатты отта бір қуырып алатын боламыз. Мінекей біздің етіміз қуырылып жатыр. Шамалы суы тартылғаннан кейін үстіне пиязымызды саламыз. Пияздың өзінің де суы шығады. Пиязымызды салып қуырғаннан кейін үстіне бауырды саламыз. Біздің газдың қыздар газдың астын ақырын отқа ғана қойып қоясыздар. Өзінің буымен, өзінің суымен, еттердің суы шығып асықпай қуырылатын болады. Жарты сағат етімізді баяу отта қуырамыз. Егер сіздер қатты отқа қоятын болсаңыздар, ол кезде ет өзінің суын бөліп шығара алмай қалады да, еттеріңіз қатты болып піседі. Сол үшін ақырын отқа қойып асықпай пісіріңіздер. Картошкамызды турап саламыз. Бұл тамақ бізге 2 адамға жасалынған. Егер сіздер көп болатын болсаңыздар, ол кезде етін көбірек қосасыздар және картошкасын да көбірек қосып жасасаңыздар болады. Картошкамызды салып болғаннан кейін бетін жауып, асықпай, оны да баяу отта қойып, баяу отқа қойып пісіріп аламыз. Бұл тамақты пісіру үшін 1 сағат, 1,5 сағат уақытыңызды арнауыңыз керек. Еті балғын, жұмсақ болып піседі және асықпай піскен еттің дәмі де, иісі де бөлек болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл тамаққа ешқандай су қоспаймыз. Өзінің суы шығады. Әрине, егер сіздер асықпай газдың астын ақырын отқа қойып пісіретін болсаңыздар, дәмі, суы барлығы өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Тез пісіріп тастауға асықпаңыздар. Ас болсын.